Қайтыс болған адамның киімін киюге бола ма? Қазақ халқында өмірден өткен адамның киімін тарату дәстүрі бар. Оны киіп тоздырса, сауап болады деген түсінікте қалыптасқан. Алайда экзотерика мамандары бұған қарсы. Олар қайтыс болған адамның киімін киюге болмайтындығын, ондай киім теріс қуатты екенін ескертеді. Егер шаршап, қажып, өмірден түңіліп, еш нәрсеге зауқыңыз соқпай жүрсе, қандай киім киіп жүргеніңізге зер салып көріңіз дейді экзотериктер. Экзотерика мамандарының айтуынша, мынандай киімдер де адам энергиясын сорады екен. Әрқайсымыздың гардеробымызда сатып алғанымызбен кигенде, ыңғайсызданып, өзіңді бір түрлі сезіндіретін киімдер бар. Ондай киімді бір-екі рет киемізде, одан кейін арада біраз жыл өтсе де, сол күйі киілмей тұрады. Ол киім әдемі, сәнді әрі қымбат та болуы мүмкін. Бірақ кигіңіз келмейді. Сізде сондай киім бар ма? Міне, адам қуатын соратын киімнің бірі осы. Оны гардеробыңызда сақтамаңыз, қажет еткен адамға беріп жіберіңіз немесе қоқысқа лақтырыңыз. Өміріміз қуанышты, сәтсіз, бақытсыз, қайғылы, жеңісті оқиғалармен өріліп жататыны белгілі. Лажы болса, жол апатына ұшыраған кезде, уақытша қамауда болғанда, осындай жағымсыз оқиғаларда үстіңізде болған киімді кимей-ақ қойғаныңыз дұрыс. Адам ескі естеліктерді қалай ойында сақтаса, киімдер де белгілі бір оқиғалар кезіндегі энергетиканы өз бойында сақтайды дейді арнайы мамандар. Әр адамның киімі сол адамның тері арқылы көңіл күйін, ойларын өзінде сақтайды. Бұған экстрасенстердің киімге қарап оның иесі жайында бүкіл мағлұматты айтып беретіні дәлел бола алады. Сондықтан да тағдырын қайталағыңыз келмейтін адамның киімін кимеуге тырысыңыз. Иә, киім арқылы тек жұқпалы аурулар ғана емес, оның бақытсыздығы да жұғады дейді экзотериктер. Ендеше киілген киім кимей-ақ қойыңыз. Арзан болса да жаңа киім сатып алып киген дұрыс.